Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы 45-ші параграф қышқылдардың қасиеттері тақырып бойынша үй тапсырмасының шығару жолын көрсететін боламын. Олай болса, бірінші сұрағымыз: қышқылдар қандай физикалық қасиеттерге ие? Қышқылдар бізде қышқылдық дәмі болады және көптеген қышқылдар түссіз болып келеді. Екінші сұрағымыз: қандай табиғи қышқылдарды білесіңдер? Қандай қышқылдарды тұрмыста қолданады дейді? Табиғи қышқылдар олар алма қышқылы, лимон қышқылы, алма қышқылы, лимон қышқылы. Ал енді тұрмыста қолданатын қышқылдарға осы алма қышқылын, сірке қышқылын және де лимон қышқылын жатқызуымызға болады. Келесі үшінші сұрағымыз: қышқылдармен жұмыс жасағанда қандай қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау керек дейді? Ең әуелі химиялық заттармен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде қолымызда перчатка болу керек, ақ халатымыз болу керек, денемізді жауып тұру керек, аяқ киімімізде біздің жабық болу керек. Сондай-ақ мына теріге қышқыл тиетін болса, онда біз оны 2% сілтімен сүртуіміз керек. Ең әуелі мұздай сумен шаямыз, сосын 2% сілтімен сүртуіміз керек. Сол кезде біздің жаңағы күйген жеріміз бейтараптанып тез жазылатын болады. Төртінші сұрақ: мына тұздарды калий сульфатын, калий фосфатын, барий нитратын алу үшін қандай бейтараптану реакциясын жүргізу қажет? Міне сіздерге қазір реакция теңдеулерін жазып қойдым. Калий сульфатын алу үшін біз калий гидроксидіне күкірт қышқылын қосамыз. Алмасу реакциясы жүріп, бізде калий сульфаты алынады және су бөлініп шығады. Келесі кальций фосфаты, кальций фосфаты. Кальций фосфатын алу үшін біз кальций гидроксидіне фосфор қышқылын қосамыз. Сол кезде алмасу реакциясы жүріп, бізде кальций фосфаты алынады және су бөлініп шығады. Барий нитратын алу үшін барий гидроксидіне азот қышқылын қосамыз. Нәтижесінде барий нитрат алынады және су бөлініп шығады. Яғни бейтараптану реакциясының нәтижесінде бізде көріп отқандарыңыздай тұз алынады екен және су бөлініп шығады. Бесінші сұрақ: айналымды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар. Литийден литий оксидін алу керекпіз, одан литий гидроксидін алу керекпіз, сосын литий нитратын алу керекпіз. Жалпы сонда 3 реакция теңдеуін жазу керекпіз ғой. Бірінші реакция теңдеуі: литийға оттекті қосатын болсақ, литий оксиді алынады. Реакцияны жазғаннан кейін теңестіруді ұмытып кетпеңіздер. Литий оксидінің алдына 2-ні қоямыз, литийдің алдына 4 деген коэффициентті қоямыз. Сол кезде реакциямыз теңеседі. Екінші реакциямыз: алынған литий оксидіне суды қосатын болсақ, литий гидроксиді алынады. Литий гидроксидіне азот қышқылын қосатын болсақ, литий нитраты алынады. Ары қарай келесі тізбек ол фосфордан фосфор оксидін алу керекпіз, фосфор қышқылын, сосын калий фосфатын алу керекпіз. Ең әуелі фосфорға оттекті қосу арқылы біз фосфор оксидін алып аламыз. Алынған фосфор оксидіне су қоссақ, фосфор қышқылы алынады. Фосфор қышқылына калий гидроксидін қосатын болсақ, калий фосфаты мен су алынады. Алтыншы: сәйкестікті табыңдар дейді. Қышқыл сілті және де бейтарап орта деген бар бізде, және бізден ондай 3 жаңағы индикатордың түстері бар. Лакмус индикаторында қышқылдық орта ол қызыл болады, сілтілік орта көк түске боялады, ал бейтарап ортада түссіз болады. Қазір жалпы сіздерге мына жерге индикатордың қандай түске боялатындарын сіздерге кесте түрінде жазып кететін боламын. Сол жерде көбірек ақпарат берілген. Жалпы бізде 3 түрлі орта бар. Қышқылдық орта дейді, оған жаңа қышқылдар жатады, сілтілік орта дейді, оған жаңа негіздер жатады, және де бейтарап орта деген бар. Бейтарап ортаға жататын зат ол бізде су. Түсінікті ғой, және 3 индикатор бар: лакмус, метилоранж, фенофталин. Қазір сіздерге салып кетемін мына жерге индикатордың түстерін. Сол жерден де өздеріңіз қарап алыңыздар. Ары қарай реакция теңдеулерін жазыңдар дейді. Калий гидроксидіне азот қышқылын қосамыз. Нәтижесінде калий нитраты мен су алынады. Мыс оксидіне күкірт қышқылын қосамыз. Нәтижесінде мыс сульфат алынады.
тұз қышқылына магний карбонатын қосатын болсақ, магний хлориді, су және көмір қышқыл газы алынады. 8-ші тапсырма іс жүзінде жүзеге асатын реакция теңдеулерін жазыңдар дейді. Жүретін реакцияларға мен птичка белгісін қойып қойдым және реакция теңдеулерін жазып шықтым. Ал жүрмейтін болса, оған болмайды деген белгіні қойып қойдым. Мына жерде күміс пен аш хлордың арасында реакция жүрмейді. Себебі күміс ол кернеулік қатарында сутектен кейін орналасқан. Келесі бізде мыс пен күкірт қышқылының арасында реакция жүрмейді, сынап пен күкірт қышқылының арасында реакция жүрмейді екен. Оның да себебі мыс, күміс, сынап деген металдар белсенділік қатарда сутектен кейін орналасқан. Сол себепті олар қышқылдармен әрекеттесе алмайды. Есептік тапсырмалар. Бірінші тапсырма: мырыш тұз қышқылмен әрекеттескенде массасы 2,72 грамм мырыш хлориді түзіледі. Реакция қатысқан мырыштың массасын және бөлінген сутектің көлемін қалыпты жағдайда есептеңдер. Белгіні жазып қояйық. Алынған мырыш хлоридінің массасы 2,72 грамм. Енді бұл жерден табу керекпіз реакцияға қатысқан мырыштың массасын және бөлінген сутектің көлемін. Реакция теңдеуін жазамыз. Мырышқа H хлорды қосатын болсақ, мырыш хлориді мен сутек алынады. Мырыштың үстіне X1 деп жазамыз, асты 65 болады. Ал сутектің үстіне X2 деп табайық көлемін. Асты 22,14 болады. Осы жерден X1 табамыз. 65-ті көбейтеміз. 2,72-ге бөлеміз 136-ға. Сонда жауабы 1,3 грамм болады. 136-ны бөліп жатсыздар, қайдан шыққандығын. Ол мырыш хлоридінің молекулалық массасы. Ал X2-ні табу үшін біз не істейміз? Бұл жерде пропорция құрамыз. 2,72-ні 22,14-ге көбейтіп 136-ға бөлеміз. Сонда жауабы 0,448 литр шығады. 22,14 деп отырғанымыз ол қалыпты жағдайдағы көлем. Яғни сіздер көлемді табу керек болсаңыздар, міндетті түрде 22,14 деп жазасыздар. Екінші есеп: массасы 1,4 грамм эквивалентті металл тұз қышқылымен әрекеттескенде көлемі 0,56 литр қалыпты жағдайда сутек түзіледі. Бұл қай металл екенін анықтаңдар еді. Енді бұл жерде қарап отыратын болсақ, белгісіз металл, сондықтан да ми деп жазып қояйық. Ол 1,4 грамм екен. Тұз қышқылымен әрекеттескен, сол кезде 0,56 грамм 0,56 литр сутек бөлініп шыққан. Реакция теңдеуін жазайық. Металлға H хлорды қосамыз, металл хлориді алынады және де сутегі бөлініп шығады. Осы жерден пропорциямен X-ті табамыз. X табатын болсақ, 1,4-ті көбейтеміз, 22,14-ге бөлеміз 0,56-ға, сонда 56 болады. 56 дегеніміз сонда ол темір элементінің атомдық массасы екен. Үшінші есебіміз: массасы 2,8 грамм темір тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемін есептеңдер. Енді бұл жерде темірдің массасы беріліп тұр, 2,8 грамм деп, бөлінетін сутектің көлемін табуымыз керек. Реакцияны жазайық. Темірге H хлорды қосамыз, нәтижесінде темір хлориді мен сутегі алынады. Реакцияны теңестіруді ұмытпаңыздар. H хлордың алдына 2-ні қою арқылы теңестіреміз. Темірдің үстіне жазамыз 2,8 грамм, асты 56, X деп жазамыз. Сутектің үстіне асты 22,14 литр болады. Осы жерден X табатын болсақ, 2,8-ді көбейтеміз, 22,14-ге бөлеміз 56-ға, нәтижесінде 1,12 литр шығады. Міне, оқушылар осымен үй тапсырмасы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Келесі қай сабаққа билет түсірейін, сол туралы жаза өтіңіздер.